сіздің өтінішіме салып тұрмын, ана өгей әкемізден құтыламыз ба, анамыздың жағдайы қалай болды деп салдыртып жатырсыздар. Анаңызға салып жатырмын. Анаңыздың бір жағынан ай туып, бір жағынан күн туып, маңдайынан жұлдыз жалқырап тұр. Бұл жақсы деген сөз. Оң жақ бүйірі қысылып, сол жақ бүйірі тоқ, 40-тың бір жүрегінде үмір үміттеніп, жақсы хабар күтіп отыр. Қос босағасы тең сергелдеңге түсіп, құйысқаны берік. Өз анаңыз бір айлы бек ойлы болып тұр. Ортадағы реніш, келіспеушілік, жаңағыдай ұрыс жанжал жолдасыменен сіздерге де келтірген зияны бәрі жанына батып, отбасының берекесін кетіріп, сергелдеңге түсіп тұрғанын көрсетіп тұр. Ортасы ой жанып тұр. Енді анаңыздың түпкі ойлары да бар. Әрине ашу мен ызасы да бар. Мына адамнан қорқып құтылғаны да дұрыс деп ойлайды. Бірақ түпкі дүниесінде бір қимастығы да бар. Әйтеуір өйткені ерлі-зайыпты болып тұрып қалғаннан кейін әрине ондай сезімді болады. Мына алдыңғы уақытта қалай болады екен деп, алдыңғы уақытына да, болашағына да, жаңағы отбасының енді сіздерге де байланысты бір алаңдаушылық, әбжеуліктігін көрсетіп тұр. Өзі бір хабар күтеді. Қалай мынау жаңағыдай енді отырып жасақ қалай болады деп, бір жағынан олай болса өзім қалай боламын дегендей сондай бір жағдайларын көрсетіп тұр анаңыздың. Анаңыздың жалпы мына құйысқанындағы олжа дейді ғой, енді бір олжа деген бір отбасы, қаржы, қағаз, үй, тағы да басқа бала-шаға, осы олжа дейді құйысқанына түскен. Сол олжасы қазір сол құйысқандағы басындағы дүниесі жаңағыдай тас талқаны шығып, екі бөлініп, не істерін білмей, жан дүниесі сондай жағдайда тұр. Бір жағынан қимастығы да бар, қорқынышы да бар, жаңағыдай ашу мен ызасы да бар. Соның бәрі сапырылысып сөйтіп тұр. Енді сіздің сұрағыңызға құтыламыз ба дегенде, әрине құтыласыздар. Әрине құтыласыздар. Жаңағы соттың шешімімен ол кісіні жауапқа тартып, сіздерге анаңызға сіздерге жоламайтындай бір сондай бір заң қабылдайтынын көрсетіп тұр. Бір сүйіншілермен құдайларыңыз бар, бірақ енді анаңызға енді мұқият болмасаңыздар, дегенмен енді ерлі-зайыпты болып тұрып қалғаннан кейін, ерлі-зайыптан қазір ашулы болса, артынан енді қимастығы да болуы мүмкін. Сол жағынан сөйлесіп абайласаңыздар болды.